мынау пияздың екі жартысынан бөліп, жаңа кішкентайлардың ыстығы шығады ғой. Сол кезде жартысынан бөліп, табанына былай носкидің ішіне кигізіп қойып жабыстырып қоятын болсаңыз, 1-2 сағат сірейді. Сол кезде ыстықты түсіруге сәлде болсын көмектеседі. Бұл енді алғашқы кезеңдерінде, ал егер қатты асқынып жатса, ол кезде дәрігерге бару керек. Бұны шатастырып алмаңыздар. Жаңағы ыстық қатты көтеріп жатыр, осында емдейді екен деп. Бұл алғашқы кезеңінде болса, белгілі бір деңгейде уақытша басу үшін қолданылатын ем түрі. Мынандай басқа да ем түрлері бар. Алғашқы кезеңдерін қатты деңгейде емдеу керек деген сияқты әртүрлі өсімдіктерді уже былтырлар тауда жүріп қаншама видео түсіргем. Халық емі Нұрқаділ деген Instagram, YouTube каналды қарап шықсаңыздар болады. Біз енді жақында уже мына таулардан бастап былай қарай даже мына Шығыс Қазақстан тауларына да барып ниет етіп отырмын. Мені шығыстағы көрермен деймін, подписчиктерден болатын болса, Қатон-Қарағай, Тарбағатай өңірлерінен маған жазсаңыздар, Құдай қаласа сіздерге жаз уақытысында баруға ниет етіп отырмын.